Деректерге сүйенсек, қазіргі таңда қазақстандықтардың 35% тез даярланатын тағамдарды тұтынады екен. Бұған себеп уақыт тапшылығы, жұмыс бастылық болса, тағы елдер бұл тағамдарды тұтыну арқылы өз қаржысын үнемдейді екен. Қазір тез даярланатын роллтон, доширак кеспелерін жұртшылық ұлттық тағамындай тұтынатын болып алды. Өзі арзан әрі тез даярланатын болғандықтан халықтың көбі осы тағамдарды жол жүрсе де алып жүреді, үйінде де тұтынады. Бірақ аталмыш өнімдерге қатысты ғылыми дәйектер жақсы мінездеме бермейді. Құрамындағы қоспалар глутамат натриясы дәм күшейткіш. Бұл зат тәбетті арттырып, тамақты артық жеуге итермелейді. Консерванттар мен бояғыштар ұзақ сақтау үшін қосылады. Көп мөлшерде қабылдау бауыр мен бүйрекке зиян тигізуі мүмкін. Роллтон, доширак өнімдерін тұтынамыз. Бала-шағамыз дәмін жақсы көреді. Тамақ істесек те, соны жегілері келіп тұрады. Өзімізде кей кезде сағынып, дәмін аңсап, тамақ болса да алып жейтін кездеріміз болады. Ал кей кезде жолдасымыз сырт жаққа жұмысқа кеткен кезде, жеңіл-желпі жұмыстан асығып келген уақытта міндетті түрде сондай алып жеуге тырысамыз. Тұз мөлшері жоғары бір орам роллтон құрамында тәуліктік нормадан 2-3 есе көп тұз болады. Бұл қан қысымын көтереді, жүрек қан тамыр ауруларына әкелуі мүмкін. Ағзалары әлі қалыптасып келе жатқан балаларға қабылдауға болмайды. Гормоналды өзгерістер мен иммунитетке кері әсер етуі мүмкін. Енді бұл тез дайындалатын кеспелердің зияны негізінен микроэлементтер мен дәрументермен қамтамасыз етпейді ағзаны. Сондықтан белгілі бір мөлшерде ағза сол дәрумендерді, микроэлементтерді алмағаннан кейін басқадай көптеген ауруларға алып келуі мүмкін. Бастың қатерлі ісігіне алып келуі мүмкін, асқазан бұзылысы міндетті түрде. Бұл тағамның қолайлы жақтары да жоқ емес. Уақыт үнемдейді. 3-5 минут аралығында дайын болады. Студенттер, жұмыс басты адамдар, сапарда жүргендер үшін өте ыңғайлы. Бағасы арзан, әлеуметтік жағынан қолжетімді өнім. Роллтон бұл толыққанды пайдалы тағам емес, бірақ кейбір жағдайларда жолда, уақыт жоқта, қаражат шектеулі кезде ыңғайлы әрі тиімді шешім бола алады. Захро Ирисматова, Сабина Кенжебай, арнайы жаңалықтар топтамасы үшін.